Ананың қадірін біл. Ертеде бір жас жігіт анасының айтқанын тыңдамай, өз бетімен жүретін болыпты. Ол өзін ақылды санап, анасының ақылын ескермей, кейде тіпті оны ренжітіп қояды екен. Бірақ анасы ұлына ренжімей, тек жүрегінде мұң сақтап жүріпті. Бір күні жігіт алыс ауылға жол тартпақ болады. Шешесі оған: балам, алыс сапарға шыққанда жолыңнан жаңылмай, жақсы адамдармен аралас. Көзсіз тәуекелге барма деп ақылын айтады. Бірақ жігіт анасының сөзін құлағына да ілмей, жолға шығып кетеді. Жол бойы ол бір байдың үйіне кезігіп, сол жерде қызметке тұрады. Бай оған қиын тапсырмалар беріп, қанша еңбектенсе де, жігітке рахмет айтпай, тек жұмысын көбейте береді. Күндердің күнде жігіт қатты шаршап, ауылына қайтуға бел буады. Жолда келе жатып, анасын есіне алып, оған жасаған қателіктерін ойлайды. Үйіне жеткенде анасы оны қуана қарсы алады. Ұлы кешірім сұрап: анашым, мен сіздің қадіріңізді енді білдім. Сіздің айтқаныңыздың бәрі рас екен. Мен сізді ренжітіппін, кешіріңіз дейді. Анасы күлімсіреп: балам, қателеспейтін адам болмайды. Бастысы, қателігіңді түсініп түзелу. Мен сені әрқашан жақсы көремін деп ұлын құшақтапты. Содан бері жігіт анасының сөзін тыңдап, оны құрметтеп өтіпті. Осылайша ол ананың қадірін түсініп, бақытты өмір сүріпті. Түйін: ананың жүрегі мейірім мен кешірімнің символы. Ананың қадірін білетін адам өмірде қателеспейді.